Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, қазір біз судың сапасын тексергелі жатырмыз. Краннан аққан судың сапасы мен қаладағы, яғни қаланың судың сапасы мен после очистка фильтрден кейінгі судың сапасын тексеретін боламыз. Бірінші қазір крандағы судың сапасын көрейік. Крандағы судың сапасы мынау арнайы ТДС метр, общий концентрацияны көрсетеді. 188-ді көрсетіп тұр. Ішетін судың сапасы 60-тан аспауы тиіс. Ал енді қазір біз краннан шыққан судың сапасын көрейік. Краннан шыққан судың сапасы. Так. Міне 11-ді көрсетіп тұр. 11. Яғни жақсы көрсеткіш. Алдағы уақытта бұның 20 мен 30-дың арасын көрсететін болады судың фильтрі. Бұл әзірге осылай. Мүмкіндік болса фильтрді қолданыңыздар. Өте жақсы. Қаладағы су құбырлары өте нашар, хлор көп, сондықтан міндетті түрде фильтрдің суын пайдаланғаныңыз дұрыс. Тамақ пен шайға. Жақсы, рахмет.